Адамдардың ғарышты зерттеуі. Сен ғарышты қалай зерттейтінін білесің. Кел, ойланайық. Аспан әлемінің арғы жағында нелер бар? Білгенің жөн. Ерте заманда адамдар осы сұрақтың жауабын білгісі келген. Жұлдыздарды зерттеу үшін ежелгі астрономдар арнайы құрал-саймандар ойлап тапқан. Астроном аспан әлемін зерттейтін ғалым. Телескоп аспан денелерін бақылауға арналған құрал. Бұл суреттегі адамдар не істеп жатыр? Ертеде астрономдар арнаулы құралдармен аспан әлемін бақылады. Олар бақылауының нәтижесін жазып отырды. Қызықты мәлімет. Жер ғаламшары аспан әлемінің дәл ортасында орналасқан. Жерді күн, ай, ғаламшарлар мен жұлдыздар айналады деп ойлаған. Ұлықбек обсерваториясы. Өзбекстанның Самарқан қаласында орналасқан. Оны ұлы ғалым, астроном Ұлықбек салдырған. Астрономдар обсерваториядағы құрылғымен ғаламшарлардың өлшемін өлшеген. Зерттейік. 4 адамдар неге ғарышты зерттей бастады? Оны қандай құралдар арқылы зерттеуі мүмкін? Сен қандай зерттеу құралын құрастырар едің? Үйде оның үлгісін жаса немесе суретін сал. Есіңде сақта. Ай жарық шығармайды. Ол күн сәулесінің әсерінен жарқырап көрінеді. Білгенің жөн. Телескоп арқылы аспан әлемін толық зерттеу мүмкін емес. Сондықтан адамдар ғарыш кемені ойлап тапты. Ғарыш кемемен ғарышты зерттейді. Қазіргі уақытта зерттеу жұмыстары жүріп жатыр.